Мамыр айы аяқтала сала барлығымыз ауылға асығатынбыз. Себебі ауылдың таза ауасы, ондағы достарды, туыстарды сағынатынмын. Кеш батысымен ауылдағы балалар жиналып атыспақ ойнайтынбыз. Үлкендер бұл ойынымызды құптамайтындықтан ауылдың сыртында ғана ойнайтынбыз. Бірде көршілес ауылдың балалары бізге қосылып, біздің атыспақ ойнайтын алаң тарлық еткен соң, көрші ауылдың жігіттері жақын маңдағы бейіттерге барып ойнауды ұсынды. Бастапқыда біз жүрексіндік. Үлкендер бейіттің қасында ойнауға болмайтынын, однелік болғандардың мазасын алуға болмайтынын айтып отыратын. Содан не керек? Түн демей, балалар болып екі топқа бөлініп атыспақты да бастап кеттік. Ойынымыз қызып жатыр. Бейіттер құдды біздің ойын алаңына айналғандай. Көрші ауылдың жігіттері шаршағандарын айтып, біз басқа ойынды ойнауға келістік. Бейіттердің саны көп болғандықтан тығылыспақ ойнауға келістік. Біздің ауылдың жігіттері мен көрші ауылдың жігіттері тағы да екі топқа бөлініп, тығылыспақты да бастап кеттік. Мұнда бір қызық жағдай орын алғандай көрінді. Біз оларды тым ұзақ іздестірдік. Тіпті біреуін де таба алмадық. Ал олар болса, құдды біздің барлығымыздың қайда жасырғанымызды алдын ала білгендей лезде тауып алып отырды. Біз оларды жарты сағатта іздесек, олар бізді бар жоғы 1-2 минуттың ішінде тауып алды. Олар бізді тапқан сайын өздерінше қарқылдап күліп, бізді келеке еткенде көрінді ме, әлде мен тым қызбалыққа салынып кеттім бе? Әйтеуір, бұл арада бір нәрсенің таза емес екенін байқадым. Көрші үйде тұратын Нұрлан көршілес ауылдың бір баласымен дәресін тұруға кетті. Біз оларды шамамен жарты сағатта күтіп отырдық. Әрі-бері келіп қалар деп тығылыспақты жалғастыра бердік. Бір уақытта мүлдем түсініксіз жағдайлар орын ала бастады. Ауылдың бір жігіті бейіттің ішіне қамалып қалыпты. Зәресі ұшқан ол ескі бейіттің ішіне түсіп кетіп, зәресі зәр түбіне кетті. Біз барлығымыз жабылып, оны бейіттің ішінен шығарып алдық. Ентігімізді басып барлығымыз отыра бергенде, ауылдағы мешіттен азанның даусы естілді. Азан басталы салысымен жаңағы көрші ауылдың балалары көзден ғайып болды. Барлығымыздың қорыққанымыз соншалық, бір-бірімізді құшақтап, бейіттің арасынан шығудың қамын жасадық. Дәресін тұруға кеткен Нұрлан алдымыздан шыға келді. Екі көзі құдды бір шайтанды көргендей бадырайып кеткен. Не болған сұрап едік, кекештеніп, өз-өзіне келе алмай не болғанын әреңдегенді айтты. Ол өзімен түсініксіз нәрсенің болғанын, дәресін тұруға бейіттен алыстау жерді іздегенін, бірақ шын мәнінде бейіттің бұрышында дәресін тұрғанын айтып берді. Көзіне ағаштар мен шөптердің елестегенін, ал оның барлығы жай ғана иллюзия болғанын айтып, ауылға жеткенше көз жасы тоқтамады. Әупірімдеп, бәріміз де аман-есен ауылға жеттік. Үйімізге тарқап, таңды да атырдық. Бірақ сол түннен бастап ауылдың барлық балаларынан тыныштық қашты. Кешке ойынға ешкім шықпады. Нұрланның ата-әжесі ауылдың молдасын ертіп үйіне бара жатыр екен. Бізде олармен елесіп, не болғанын білмекке бардық. Нұрлан түнімен сандырақтап, өз-өзімен айқайлап, шошынып шығыпты. Тіпті кеш түсе бастағанның өзінде көзіне әлдекімдер елестеп, мазасын алатын көрінеді. Ауылдың молдасы көпті көрген нағыз діни сауатты кісі еді. Ол кешетінде не жағдай болған бізден сұрастырды. Біз болсақ, болған жағдайдың барлығын баяндап бердік. Дереу бейіттің ішіне түсіп кеткен Мараттың да үйіне барып, оның жағдайын сұрастырдық. Оның да жағдайы тура Нұрланның жағдайына ұқсас екен. Бір айырмашылығы, ол ешқандай да дауыс шығармайды. Тек көрпесінің ішіне тығылып, дірілдеп жатыр екен. Үйіндегілер оны салқын тиіп қалған шығар деп ойлап, дәрі-дәрмек беріп жатты. Ауыл молдасы барлық ауыл баласын жинап, Құран оқып, тазарту керектігін айтты. Мен барлық үйді аралап, кешегі ойнаған балалардың барлығын жинап, молданың үйіне ертіп әкелдім. Молда Құран оқуды бастамас бұрын бізге біраз нәрсені түсіндірді. Кеш ауа елсіз жерге бару қауіпті екенін, онда жын шайтандардың жүретінін, бейіттердің қасына барып ойнауға, әруақтардың мазасын алуға болмайтынын ескертті. Кеше өздерін көрші ауылдың балаларымын деп таныстырған балалар жындардың балалары екенін айтты. Мұны естіген кезде біздің төбе шашымыз тік тұрып, тіпті қорыққаннан сөйлей алмай қалдық. Молда кісі 3 күн бізді тазартатынын және ұйықтар алдында ата-әжелерімізден Құран сүрелерін оқып берулерін сұрауымызды тапсырды. Бұл жағдайдан кейін біраз уақытқа дейін ауыл балалары кешкілік ойынға шықпайтын болды.
Кейіннен ата-аналарымыз бірігіп, ауыл балалары алысқа кетпес үшін ауыл балаларына арнап ойын алаңын салып берді. Ең бастысы, ауыл балалары үлкендердің көз алдында ойнайды. Бұл оқиғаны еске алған сайын әлі күнге дейін зәрем ұшады. Арада 16 жыл өтіп кетті. Бірақ осындай мистикалық жағдайлардың біздің өмірімізде болып тұратынына сенемін. Айтпағым, айдалаға балаларыңызды жібермеңіздер. Бейіттің маңына барып ойнауға болмайтынын, шулап, әруақтардың мазасын алуға болмайтынын ескертіп қойыңыздар. Құрметті достар, бұл хат Түркістан қаласында тұратын Ханза есімді көрерменімізден келген болатын. Осы ұқсас жағдайларды естіген болсаңыздар, пікірлер алаңына жазып қалдыруларыңызды сұраймын. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Аман, сау болыңыздар. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.